Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге корейский капустаны тұздау әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен капусталарымыздың барлығын алып аламыз. Сыртындағы қажет емес қабықшалардың барлығын алып тастаймын. Астындағы мына қатты жерінде алып тастайтын боламын. Сонымен жапырақшаларының барлығын алып, ортасынан кесіп, кастрюлемізге жайғастырамын. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне бөлісіп кетсеңіздер болады. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Капустамызды майдалап, турап алып тұздасақ та болады. Мен осылай ортасынан бір бөліп тұздап алдым. Дайын болғаннан кейін майдалап кесіп аламын. Екінші капустамды да солай. Сыртында қажет емес жерлерін барлығын алып тастап, жапырақтарының барлығын ортасынан кесіп, барлығын салып, әдемілеп жайғастырып аламын. Арасына тұздарыңызды қосып отырсаңыздар болады. Ащы бұрыш, чеснок та салып жіберсеңіздер болады. Мен қазір емес, 1-2 күн қайнаған суға қойып, одан кейін барып салатын боламын. Капусталарымыздың барлығын ашып, осылай салып алдым. Арасына тұз да шашып отырсаңыздар болады. Үстіне енді тұзымызды қосып, ащы бұрыштарымның ортасынан бөліп салатын боламын. Бізде баклажкаға жабылған осындай ащымыз де бар. Оны да кішкене қосып, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып 3 күнге қойып қоямын. 3 күннен кейін капусталарымыздың барлығын бөлек алып, осындай қызыл ащымызге араластырып қоятын боламыз. Сол кезде уже дайын болады. Жей берсеңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Жасап көрсеңіздер болады. Қайнаған суымды құйып алдым. Бетіне осылай тарелка қойып, үстінен қатты басып тұратын бір нәрсе қою керек. Қақпағын жауып 3 күнге қойып қойдым. Міне 3 күннен кейін капустамыз дайын болды. Капустамызды алып, қызыл ащымызды араластырып алдым. Өте дәмді, керемет болып шықты достар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздер үшін Instagram парақшамда да қалдырып кеттім. Келесі видеода кездескенше.